Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте керемет дәмді болып шығатын холодецтің рецептімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен арнаға жазылып, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар осындай сиырдың сирақтары, оны тазалап жуып алатын боламыз. Және де осылай бір қайнатып алып, сол қайнаған суын төгіп тастайтын боламыз. Мен төгіп тастадым. Мынау уже екінші рет құйып қайнатып жатқан суым. Өздеріңіз көріп тұрғандай, жан-жағынан майлар шығып жатыр. Біз бұл майларды міндетті түрде алып тастайтын боламыз. Себебі бұл май холодец қатқан кезде дұрыс қатпауына немесе дұрыс форма алмауына кедергі болады. Сол үшін майлардың бәрін алып тастауға тырысамыз. Өте ұзақ қайнатамыз, 4-5 сағаттай. Бірінші қатты қайнатып болған соң астын кішкене жай қойып, тағы да қайнататын боламыз. Мінекей, әлі қайнап жатыр. Еті сүйегінен ажырағанша қайнататын боламыз. Және де бетіндегі майын алуды жалғастырамыз. Бұл тағам білесіздер, өте пайдалы буынға, сүйек ауруларына, әртүрлі артрит, артрозға. Мінекей бізде пісіп дайын болды. Қараңыздар, еті сүйегінен ажырап тұр. Енді барлығын сүзіп алатын боламыз. Сүзіп алып, еті мен сүйегін ажыратып, еттерін турап алатын боламыз. Және де мен сән үшін осындай сәбіз қостым. Тұз, бұрыш қоссаңыздар болады. Тұзда міндетті түрде қосамыз. Қайнатып алып, сорпасын сүзіп, осылай ыдыстарға құйып қойдым. Енді біз қазір түнде істеп жатырмыз. Таңертеңге дейін қатқанын күтетін боламыз. Таңертең қатқан соң, яғни дайын деген сөз. Сәндік мақсатта осындай жасыл жапырақтарды пайдаландым. Сіздерге егер ұнап жатса, қолдансаңыздар болады. Әртүрлі формадағы ыдыстарға осылай құйып қатырып алатын боламын. Егер сіздерде басқа да еттер қоссаңыздар болады, мысалы тауық еті деген сияқты, пісіріп алып, турап қосып жіберсеңіздер болады. Мінекей дайын болып тұр. Қазір бұл қатып мұз болып тұр екен. Енді жан-жағын пышақпен босатып ыдысымызға салатын боламыз. Нәтижесінде бізде осындай керемет холодец шықты. Кішкене бұрыш қостым мен. Және сәбізді осылай турап қосып жібердім. Ұнап жатса жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді болады. Әсіресе өте